Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз түріктердің әйгілі тағамдарының бірі мидия баклавасын жасап үйренетін боламыз. Жасап көруге кеңес беремін. Тәтті тамақ жақсы көретіндер үшін табылмайтын рецепт ұнайды деген ойдамын. Жасап жатсаңыздар ас болсын, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаймыз. Және де алдағы уақытта жақсы рецептер шығаруға тырысамын. Алдымен бір жұмыртқаға және бір жұмыртқаның сарысына ағуызын алып қоямыз. Бір жұмыртқаның ол кейін алдағы уақытта керек болады. Оған сүт қосамыз және сұйық майды қосып аламыз. Және тұзды қосып, оның үстіне яблочный уксус, яғни алманың уксусын қосамыз. Егер де сіздерде алма уксусы жоқ болып, лимонный уксус болатын болса, жарты қасық сумен араластырып қосуға болады. Венчикпен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Одан кейін оның үстіне міндетті түрде ситадан өткізіп, ұнымыздың тең жартысын салып аламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта мен баклава туралы бар білгенмен бөлісетін боламын. Және де жаймен осылай араластырып аламыз дағын. Үстіне қайтадан қалған ұнымызды саламыз. Түріктерде баклаваның түрі өте көп. Мидия баклава оңай түрі, сол үшін жасап көріп, дәмін көріңіздер, егер жеп көрмеген болсаңыздар. Сосын жаймен араластырып, жұмсақ қамыр илеп алуымыз керек. Қатты емес, орташа деңгейдегі қамыр болуы қажет. Қазір жайған кезде жұп-жұқа қағаздай болып жайылуы үшін орташа деңгейдегі қамыр керек болады. Осылай илеп алған соң, оны басқа ыдысқа кішкене ұн сеуіп, 6 бөлшекке бөліп аламыз. Тура видеодағыдай бөліп, бетін пленкамен жауып, 1 сағаттай қойып қоямыз. Содан кейін алып, қамырымызды жая бастаймыз. Және де жүгері крахмалын, яғни кукурузный крахмалды сеуіп аламыз. Басында көбірек сеуіп, соңында аздау сепкен дұрыс, себебі жабыспай қалуы мүмкін. Бидай, картоп крахмалмен ауыстыруға болады, бірақ кукурузный крахмал техникасы, фишкасы сол, жақсы жайылады, жұп-жұқа болып жайылуы керек. Астында газет оқылу, газеттің жазылуы көріну керек. Сол үшін жұқа қылып жаюға тырысамыз, барынша жұқа қылып жайып аламыз. Қалың болса, дәмі де өзгеріп, ұнамай қалуы мүмкін. Сондықтан жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Содан кейін оқтауға қамырымызды орап, дәл видеодағыдай жиырып алуымыз қажет. Әдемі болып жиырылса жақсы болады. Оны қайтадан жайып, ішіне қаза салмамызды саламыз. Ішінде кейбіреулер фисташка салады, басқа да түрлі салмалары бар. Біз жаңғақпен басындағы бір жұмыртқаның ағуызын араластырып саламыз. Жаңғақты майдалап, блендерден өткізіп алған дұрыс. Осылай видеодағыдай арасында 2-3 сантиметр қалдырып, жаңғағымызды салып аламыз. Содан кейін үстін жауып, пышақпен қазір кесеміз. Осындай артық қалған қамырларды да алдын ала кесіп алсақ жақсы. Барлығын толық жауып алған соң, кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін төменге қарай басып, 2 бұрышын қаттырақ басып жабыстырып аламыз да, оң бетін аударамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. 6 қамырды да жұқа қылып жайып, дәл осы техникамен жасап, жабыстырып, дайындап аламыз. Дайын болған баклаваларды противенге орналастырамыз. Өзіміз қалағанымызша орналастыра берсек болады. Осылай орналастыратын болсақ, әдемі көрініп шығады. Содан кейін біз сармаймызды ертіп, бетіне жағып шығамыз. Барлығын бетіне осылай видеодағыдай жағып шығуымыз қажет. Менде кішкене қалды. Противенге симай қалған баклавалар үшін. Енді сиробын дайындаймыз. Ол үшін суға қантымызды саламыз. Менде 200 грамдық стаканмен 2
кесе салдым. Егер тәттіні қатты жақсы көрсеңіздер 3 стакан салуға да болады. Тағы жарты лимонды салып жібереміз. 20 минутта еріген соң баклавалардың үстіне ыстықтай құйып жіберу керек. Және дәмі өте күшті болады. Жасап көруге кеңес